Ассалаумағалейкум, есімім Мұраз, маркетологпын. 3 жылдан бері әртүрлі кәсіпке және эксперт сала мамандарына жалпы онлайн клиент алып келу бойынша жұмыс жасап келе жатырмын. Жалпы бұл видеода мен клиент келу стратегиясы туралы видеолар салатын боламын. Сол үшін дәл қазір маған тіркеліп қойыңыз. Бұл видеолар сізге пайдалы болатынына мен сенімдімін. Дәл қазір сіз кәсіпкерсіз, болмаса сала маман экспертсіз, болмаса SMM, таргетолог, фрилансерсіз. Жалпы сізде дәл қазір клиент алып келу үшін басты жасау керек заңдылықтар бар. Мен сол заңдылықтар туралы мен айтқым келіп отыр. Мүмкін сіз контентті енді бастап жатқан боларсыз. Болмаса сіз күнделікті рилс салып жүрсіз. Болмаса сіз таргет реклама жібердіңіз, бірақ рекламалардан Instagram парақшаға өткен клиенттердің еш қайсысы клиент болып жазылмайды, болмаса өніміңіз сатылмайды. Жалпы мен айтқым келетін қазіргі жасалу керек заңдылық осы сіздің проблемаңызды, осы клиент тарту стратегиясы болып табылады. Бұл нәрсені жасасаңыз, сіздің парақшаңызға кірген адам ол сізге сатып алады, болмаса тіркеліп алады. Жалпы ол сізде алғашқы 3 секундта кірген адам, алғашқы 3 секундта сіздің клиентіңіз бола алатынына мен сенімдімін. Жалпы кеттік, енді бастайық ары қарай. Бұлай түсіндіріп кетейін. Бұлай сізге түсінікті болу үшін мен мынандай мысал келтірейін. Мен дәл қазір Instagram парақшада отырмын. Маған дәл қазір таргет видео шықты. Ал мен бірден шыққан таргет видеода мен бірден подробный баспаймын ғой, дұрыс па? Мен де ойлаймын, сіз де бірден подробный баспайсыз. Өйткені сіз бірінші зерттейсіз. Жоғары жақта Instagram'ына кіріп, ішін қарап, менің проблемамды шеше алады ма? Болмаса мен мынадан бір маман екенін көріп тұрмын ба деген нәрсені сіз қарайсыз. Сосын барып қызық болса тіркелесіз. Егер сол сатып алатын болсаңыз, сразу шапкадегі WhatsApp номерін өтесіз. Түсіндіре алдым ғой? Жалпы сол сияқты. Сіздің де парақшаңыз кірген адам алғашқы 3 секундта сіздің маман екеніңізді мойындап, не тіркелу керек, не болмаса дайректке, WhatsAppқа жазып, сіздің өніміңізді, болмаса услугаңызды сатып алуы керек. Жалпы осы бойынша мен өзімнің YouTube'да осы видеолар салып, бөлісіп, тегін отыратын боламын. Сол үшін дәл қазір тіркеліп алыңыз, және жоғалтып болмау үшін тіркеліп, лайк басып кетіңіз дегім келеді. Так, біз жалғастырамыз. Енді сіздің маман екеніңізді біз қалай көрсетеміз? Жалпы мен өзімнің жасаған жұмыстарымда да, опытым, тәжірибемде бұл нәрсе қатты пайдасын берді. Әрбір Instagram парақшада болу керек заңдылықтардың бірі. Бұл болмаса, мен сізге айтам, сіздің маман екеніңізді адамдар біле алмайды, көре алмайды. Бірінші Instagram аккаунтыңызға кіріп тұрған, профиліңіз кіріп тұрған адам. Жалпы менің айтқым келіп тұрғаны, сіздің Instagram парақшаңызға кірген адам сіздің маман екеніңізді, қандай результаттарыңыз бар екенін, қандай проблеманы шеше алатыныңызды көре алып, сіздің услугаңызды, қызметіңізді сатып алуы қажет. Осы бойынша мен айтатын боламын. Енді клиент тарту стратегиясын енді қалай жасау керек жолдарын мен келесі видеода айтам. Сол үшін мен осындай қысқа 3 минуттық, 5 минуттық видеоларда айтып түсіндіретін боламын. Сол үшін тіркеліп қойыңыз, келесі видеода жолыққанша.